رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. Бүгінгі уағызымызда Хадид сүресінің бірнеше аятына тоқталып өтеміз. Аяттардың мағынасына кіріспес бұрын бұл аяттар туралы жалпылама мағлұмат берейін. Бұл аяттар Хадид сүресінің орта тұсында келеді. Аяттарда Алла Тағала қиямет күнінің көрінісін баяндайды. Алла Құранның көптеген аяттарында қиямет күнін сипаттайды. Ол аяттардың көбінде Алла Тағала мұсылмандар мен кәпірлерді, жәннаттықтар мен тозақтықтардың халі туралы хабар береді. Бірақ қарастырайын деп отырған аяттар өзгеше. Алла мұсылмандар мен кәпірлерді емес, мұсылмандар мен екіжүзділерді салыстырады. Алла бізді екіжүзді болудан сақтасын. Алла бұл аяттарда иманы барлар мен иманым бар деп ойлағанды, немесе иманды болып көрінгенді, немесе иманы бар, бірақ ол иманы қиямет күні Алланың алдында пайда бермеген мұнафықтардың хәлін баяндайды. Алла бізді мұнафық болудан сақтасын. Хадид сүресіндегі аяттардың маңызы өте зор. Себебі бұл аяттарды үйрену арқылы қиямет күні қайта тірілгенде мұнафықтардың қатарынан болып қалудан сақтана аламыз. Жалпы Алла Тағала бұл аяттарда қиямет күні мұсылмандар жиналғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям оларды көретінін айтады. Яума тарау деген пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалямға ишарат. Пайғамбарымыз үмметін толық көреді. Мұсылман ер мен мұсылман әйелдің нұрлары олардың алдарына және оң жақтарына түседі. Яғни біздің жүрегімізден және көкірегімізден шығатын нұр болады, және қолдарымыздан шығатын нұр болады. Бұл не себепті маңызды? Себебі сіздің иманыңыз және менің иманым шынайы болса, Аллаға шынайы иман келтірген болсақ, әрі иманымыз мықты болса, ол қиямет күні нұрға айналады. Осы иманымыз біздің кейбір істерді орындауымызға ықпал етті. Қиямет күні істеген істеріміз нұрға айналып қолымыздан шығатын болады. Сонымен, қиямет күні сіздің екі шамыңыз болады. Қиямет күні тас қараңғы, әрі жәннатқа апарар жол ұзақ. Жәннатқа жету үшін сізге жарық керек болады. Кейбір адамдардың нұры өте үлкен болады. Олардың нұры бір қаладан екінші қалаға дейін жетерліктей үлкен болатынын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям хабарлаған. Сондай үлкен нұр. Басқа біреулердің нұры өте әлсіз болады. Бірақ әлсіз болса да әйтеуір бір қадам жасайтындай жерін жарықтандырады. Адамдардың нұрының көлемі әр түрлі болады. Сол нұры арқылы жәннатқа қарай жүре бастайды. Алла оларды сүйіншілейді. Өйткені мүлде нұры жоқтарға қарағанда олардың нұры азғантай болса да әйтеуір нұры бар. Алла Тағала бүгін қуана беріңдер. Астарынан өзендер ағатын жәннат бақшаларында сендер мәңгі қаласыңдар. Алға қарай жүре беріңдер деп сүйіншілейді. Алла Тағала келесі аятта қиямет күні қайта тірілетін басқа адамдар туралы айтады. Олардың ешқандай нұры жоқ болғандықтан олар тас түнек қараңғылықта болады. Қиямет күнін елестетіп көріңіз. Қою қараңғылық, тас түнек. Олар жан-жақтарына қарап алыстан шамдары бар адамдарды байқағандай болады. Олар адамдарды емес, тек жылтылдаған жарықты көреді. Мен ана жарыққа жетіп алғаным дұрыс болады деп ойлайды. Себебі ол жарық алыстап бара жатады. Яғни бұл екіжүзділер қиямет күні тас қараңғылықта оянады. Алыстағы жарыққа мұсылмандарға жету үшін жүгіре бастайды. Оянған сәттен бастап үрейге түскен. Өздеріне көмектесетін еш нәрсе жоқ. Мұнафық ер мен әйел шынайы иман келтіргендерге: бізді күте тұрыңдар, тоқтаңдар, бізге назар салыңдар. Біз сендердің нұрларынан аздап пайдаланайық. Иқтибас дегеннің мағынасы қолдарыңызда жанып тұрған шам болса, екінші адамның шамын тұтатып алу, жандыру дегенді білдіреді. Біз сендердің жарықтарын арқылы өздеріміздікін жағып аламыз, сендердікіне тиіспейміз. Бір сәтке тоқтап, бізге көмектесіп жіберіңдерші, дейді. Сол кезде: бар, артқа қайтыңдар, кері қайтыңдар. Өздеріне нұр тауып алыңдар, біз сендерге көмектеспейміз. Қиямет күні білесіздер ме, анасы туған баласын ойламайды. Әке мен бала, аға мен тәте, туыс жақындар, бүкіл ет жақындар бір-бірін ойламайды. Бастысы жәннатқа жетіп алайын, басқасына менің шаруам жоқ. Артқа бұрылатын шама жоқ. Артқа қайтып өздеріне нұр тауып алыңдар. Артқа қайтыңдар деген сөзде мұнафықтарды кекету бар. Яғни осы дүниеге қайт деп тұр. Қиямет күні адамның нұры болмаса, ол адам нұрды еш жерден таппайды. Ол күнгі нұрды тек осы дүниеден алып кетер еді. Мұнафықтар айтылған сөздерге мән бермей иман келтіргендерге қарай жүгіре береді. Оларға тым жақындай түскен сәтте:
Өте үлкен дуал олардың араларына түседі. Дуалдың есігі болады. Есіктің қандай екені туралы иншалла кейін үйренеміз. Алла екі топтағы адамдардың арасына өте үлкен алып дуал түсті дейді. Енді мұнафықтар иман келтіргендерге әсте жете алмайды. Дуал түскен сәтті Алла мұсылмандар дуалдың ар жағын, жасырын жақты көре алмайды. Бұл Алланың оларға деген қамқорлығы, махаббаты мен мейірімі. Ал қарсы бетте азап жақындап жатады. Мұнафықтар қараңғылықта, алдарында алып дуал, ал ат жақтарынан қараса азап жақындап келе жатады. Екі жақтан қыспақ қалып құрдымға жібергелі тұр. Мұнафықтар не істерлерін білмей дел-дал болады. Алла баршамызды мұнафықтықтан сақтасын. Сөйтіп дауыстап былай дейді: Біз сендермен бірге емес пе едік? Дуалдың ар жағындағы адамдардан сұрайды. Ал негізі есік мұсылмандар жағынан ашылатын еді. Қане бауырлар, есікті ашыңдар, біз бірге едік қой, деп жан дауыстар шығады. Келесі аятқа өтпей тұрып осы мәселеге тоқталып өтейік. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы етіп арнайы осы аятты таңдаған едім. Мына сөз: Біз сендермен бірге емес пе едік? Бұл сөзді айтып отырғандар қиямет күні дуалдың арғы, азап жақ бетінде болатындар. Мұнафықтар үмітсіз халге түскен, ешқандай нұрлары жоқ. Бірақ кезінде олар мұсылмандармен бірге болғандарына күмән жоқ, еш күмән жоқ. Себебі қиямет күні олар: Біз бірге болмап пе едік, бірге намаз оқыдық қой, бірге жұмыс істемедік пе, дос емес пе едік, бір жанұядан емеспіз бе, туыс емеспіз бе, бір мектепте, бір университетте оқымадық па? Біз әрдайым бірге едік қой бауырым, олай болса неге біз екі жақтамыз? Неге бүгін арамыз ажырап тұр дейді. Ал екінші жақтағылар өздерін қауіпсіз сезінеді. Өйткені үлкен дуал арғы беттегілерді өткізбей тұр. Ар жақтағылар үрейленіп қорықса, бер жақтағылар уайым қайғысыз амандықта. Бастапқыдай асығып аптықпайды, себебі олар толықтай қорғалған. Осы сәтті пайдаланып, иман келтіргендер қойылған сұрақтарға асықпай жауап береді. Сендердің бүгін бізбен болмауларының себебі: Естеріңізде ме мұсылмандар мұнафықтарға айтқан алғашқы сөзі: Артқа қайтып өздеріне нұр әкеліңдер. Өздеріне нұр тауып алыңдар. Артқа оралып нұр әкеліңдер. Ешқандай нұры жоқтар аң-таң болады. Біз бірге едік қой. Сенің нұрың болғандай, менің де нұрым болуы керек қой. Оларға жәннаттық адамдар олардың қалай имандарынан, нұрларынан айырылғандарын баяндайды. Олардың иманы, нұрлары бар еді, бірақ қалай олар ол нәрселерден айырылып қалды? Неге олар қиямет күні еш нәрсесіз қалды? Бұл аяттың мағынасы өте терең, маңызы зор. Себебі адам иманынан қалай айырылатынын баяндайды. Адам бұл дүниедегі баға жетпейтін байлығын, иманын қалай жоғалтады? Не себепті адам иманынан айырылады? Адам бірден иманынан айырылмайды. Иманнан айырылу бірнеше үрдістерден кейін орын алады. Бұл үрдіс баға жетпес сөздер арқылы сипатталады. Әрине сендер бізбен болдыңдар. Алдымен тікелей мағынасына тоқтаймын, кейін оны түсіндіріп беремін. Біріншіден, сен өзіңді фитнаға, бүліктерге салдың. Араб тілінде фәтәна сөзінің мағынасы бір нәрсені сынауды білдіреді. Сондай-ақ фәтәна сөзін алтынның қаншалықты таза екенін тексергенде қолданады. Алтынды лауылдаған отқа жандыру арқылы балқытып, құрамындағы қоспалары бөлініп шығуын, яғни алтынды қиын сынақтан, тексеруден өткізгенде қолданамыз. Осы уағыздан алатын бірнеше сабақтар бар. Мен солардың біреуіне тоқталып өтемін. Сен иманын сыналатын ортаға өзіңді әрдайым салып отырдың. Осы сөздердің мағынасын түсінуге тырысыңыз. Сен жаман орталарға бару күнә екенін біле тұра жиі барып тұрдың. Бірақ сен: мен өзімді игере аламын, бәрі дұрыс, бәрі жақсы дедің. Айналандағы достарын, таныстарын жаман іспен айналысатын еді, күнә сөздер айтатын еді, күнә нәрселерге қарайтын еді, күнә жерлерге баратын еді. Мен олар сияқты емеспін, мен оларға көмектескім келеді, дейтін едің. Сен осындай жаман орталарға әрдайым барып тұратынсың. Сен жаман жиындарға, кездесулерге баратынсың. Және олардың зияны маған әсер етпейді деп ойлайтын едің. Олар кез келген адамға ықпал етсе де, маған еш зияны келмейді деп ойладың. Осы адамдардың имансыз қалуларына себеп болған алғашқы нәрсе олардың жаман орталары еді. Олар өздерін күмәнді орталарға салды, және оларға ешқандай жамандықтың әсері болмайды деп санайтын еді. Сіздерге қарапайым мысал келтірейін. Егер адам үйінде жиі тамақ пісіретін болса, тамақ жиі пісірілетін үйден астың иісі әрдайым аңқып тұрады. Бірақ сол үйде тұратын болсаңыз, оның иісін байқамайсыз.
Егер біреу үйіңізге келсе, тамақтың иісін бірден байқайды. Тамақтың иісі оның мұрнын жарады. Бірақ бірнеше сағаттан кейін бұл ерекше иіс қарапайым ауа сияқтанып кетеді. Сіз жаман ортада болғанда жамандықты сезесіз. Бұл жақсы емес, бұл дұрыс емес, мен бұл жерде болмауым керек дейсіз. Сіздің жүрегіңіз мазаланады. Бірақ жаман ортаға жиі-жиі барып, жиі-жиі араласып тұрсаңыз не болады? Қалай ойлайсыздар? Олардың жаман істері сіздің жүрегіңізді бұдан былай мазаламайтын болады. Білесіздер ме, бастапқыда темекі шегетін адамның қасында отырған адам жөтеліп, көзі ашиды. Кейін өзі де темекі шегіп бастағанда темекі шекпесе ауа жетпейтіндей, тынысы тарылатындай сезінетін болады. Қасындағы адам оның өзгеруіне себеп болады. Ең бірінші қателігін, сен жаман адамдармен араласып, жаман орталарда болдың. فتنتم أنفسكم Екінші қателік не болды? Екінші қателік, تربصتم түзелуді кейінге қалдырып отырдың. Бұл дегеніміз не? Сен дұрыс емес жерге бармау керектігін білдің, өзіңді өзгертуің керектігін біле тұра, оны кейінге қалдырдың. Иншалла жақын арада өзгеремін. Аз ғана уақыт керек, өзімді өзгертемін, жамандықтан бас тартамын. Келесі аптадан бастап басқаша боламын, бұзықтармен араласпаймын. Дәл қазір олардың көңілін қалдыра алмаймын. Бірақ алдағы семестрде олардың ешқайсына жоламайтын боламын. Тек осы семестр, тек осы ай, тек осы апта, енді бір-екі отырыс, енді бір-екі рет ішемін, сосын бітті. Енді аз ғана, енді кішкене деген сияқты сөздермен жаман істерді тастауды кейінге қалдырып отырдым. Кейбір адамдар Рамазан айын сылтауратып айтады ғой. Рамазан айы келіп қалыпты, одан кейін 10-11 ай. Рамазан келісімен мен толықтай өзгеремін. Менің қажылық жасағым келеді. Қажылыққа барғаннан кейін қара да тұр, мен түгелдей өзгеремін. Бірақ оған дейін кішкене, одан да маған дұғада болшы. Сен бүгіннен бастап дәл қазір өзгергің келмейді. Өзіңді жаман ортаға салып қойдың. Енді өзіңді олардан алыстату қиынға соғады. Кішкене солармен бірге ләззаттанайын, кейін бәрін тастаймын деген ойда болдым. Міне, тәруббәстум деген осы. Сен осылай ойладың. Білесіздер ме, бастапқыда олар маған әсер ете алмайды, мені өзгертпейді деген ойда еді. Бірақ олар оны өзгертті. Жаман істер жиі орын алған сайын, олар саған қалыпты көріне бастады. Тәруббустың, кейінге қалдырудың, кейінге шегерудің әсері қандай? Расында сен бұл істерден кез келген сәтте бас тарта аламын деп ойладың. Кез келген сәтте бұларды тастап кете аламын деп сенімді болдың. Мен тәуелді болып қалмадым, маған олар қажет емес. Мен бұл істерге әдеттенбедім, кез келген сәтте бәрін тастап кете саламын. Ақиқатында бұл олай емес еді. Қаншалықты олармен көп болған сайын, соншалықты сен оларға тәуелді боласың. Және олардан бөлініп шығу өте қиын болады. Сен толықтай байландың, сен толықтай баттың. Бұл ортаның сыртында, айналанда не болып жатқанын білмейсің. Енді өз-өзіне, енді тым кеш деп бастайсың. Осы кезде сен өзіңді кінәлі сезіне бастайсың. Мен дұрыс емес істеп жүрмін деп өзіңді кінәлі сезінесің. Мен күнә істеп жүрмін, мен жаман ортада жүрмін. Бұларға мүлде жоламауым керек еді, енді бәрі кеш. Ол өзін жаман сезінеді. Ешкім өзін жаман сезінгісі келмейді. Ешкім өзін кінәлі сезінгісі келмейді. Осы сәтте шайтан келіп оған: неге сен өзіңді кінәлі сезінесің? Сен өзіңді жазғырмауың керек. Сені кінәлі сезіндіретін нәрсе бұл тек ислам ғой. Исламда анау харам, мынау харам, анау күнә, мынау күнә, ананы істеме, мынаны айтпа, анда барма. Ислам өзіңді жаман сезінуге себеп. Сен өзіңді жақсы сезінуің керек. Жалпы ислам қаншалықты дұрыс дейді. Осындай ойлар ер немесе әйел болсын, қай-қайсының басында орын ала бастайды. Неге мен исламды ұстанамын? Бұл менің бақытты болуыма қарсы дін сияқты. Мен бақытты болғым келеді, мен өзімді еркін сезінгім келеді. Қалаған нәрсемді істегім келеді, достарыммен қаңғырғым келеді. Мен тіпті Құранның хақ екеніне күмәнім бар. Құдайдың бар екенін қайдан білеміз? Ал хадистің сенімді екенін қалай анықтай аламыз? Мұсылман отбасыдан шыққан Абдулла, Құдай берген, Мұхаммед, Айша, Әли, Фатима деген сияқты әдемі есімді ұл қыздар күмәнға түсіп, исламға қатысты менің күмәнім бар, мен білмеймін, менің күмәнім бар дейді. Исламды оқыған, тоқыған PhD философтар немесе ислам тарихын ұзақ жылдар үйренген ғалымдар емес, исламды үйреніп жүргенде күмән туындады дейтіндей. Жоқ, олар жаман ортада болды. Олардан бөлініп шықпады. Өмірлері осы аяттағы жағдайға дәл келетін жүздеген адамдарға осы мәселені түсіндіріп айттым. Исламға қатысты күмәндарым бар еді деп келеді. Олардың күмәндарын ақылға салып қарағанда ешқандай негізсіз. Бір күмәніне жауап берсең, басқа күмән, оған жауап берсең, тағы басқасы шығады. Бір сәтке тоқта, қашаннан бері дұрыс емес орталарда бола бастадың деп сұрағаннан кейін шындық көріне бастайды.
وارتبتم. Сен күмәнға түстің, түрлі күмәндарға берілдің. Күмән не істететінін білесіз бе? Жамандық істеп қойғаннан кейін өз-өзіне ислам негізі хақ екеніне ешқандай дәлел жоқ. Мен өзімді жаман сезінбеуім керек. Не үшін исламды ұстанамын? Неге өкініп қайғыруым керек? Осы күмәндар жақсылап орнығады. Күмәндар көбейіп кетеді. Өзіңді ақтап жаман орталардан бас тартпайсың. Осындай деңгейге жеткенде екі нәрсе сенен алынады. Жәннатқа жету, Алланың разылығына жету деген мақсаттар сенен алынады. Қараңғы түнекте жолыңды көрсететін нұрынан осы дүниенің өзінде ақ айырыласың. Қияметте жетістікке жеткісі келетін адамға Алла нұрды беріп қояр еді. Бірақ ол адам енді жәннатты үміттенбейтін болғандықтан, қияметке деген күмәні болғандықтан, тозақтан қорқу деген нәрсе жоғалады. Осы екі нәрсе жоғалады. Сенің қорқынышың жоғалады және Аллаға деген, жәннатқа деген үмітің жоғалады. Өлімнен кейінгі өмір сен үшін еш нәрсе емес. Қиямет деген сөз сен үшін бос сөз. Біреу жәннат, тозақ туралы айтса, олар сен үшін күлкілі көрінеді. Егер сен жәннат тозақты ысырып тастасаң, Алладан жәннатты сұрап жақсылықты үміттенбесең, және Алланың азабынан қорықпайтын болсаң, сенің барлық мақсатың осы дүниемен байланысты болады. Солай емес пе? Сенің ақиретке дайындаған еш нәрсен жоқ болғандықтан, барлық ләззатты сен осы дүниеден іздейсің. Бұл дүниеде ақшаға, атақ мансап, абыройға, танымалдыққа, ләззатқа батуға, бағалы заттарға талпынасың. Сенің бар ойың осы болады. Сенің мақсатың, сенің білгің келетін нәрсен, сені қызықтыратын нәрсе, барлық күш-жігеріңді осыған сарп етесің. Себебі осы заттардың бәрі сені бақытты етеді деп ойлайсың. Сені рахатқа бөлейді деп ойлайсың. Келесі сөздер. Жалған үміт сені алдады. Дүниелік нәрселер сені бақытты етеді деп жалған үмітке берілдің және соның артынан жүрдің. Бүкіл өміріңді соған арнадың. Дүниелік нәрсе бақытты етеді деп соған қол жеткізуді қаладың. Бүгінгі күні кейбір адамдар шайын деп жатқан жаңа кино, жаңа телефон, жаңа техникаларды тағатсыздана күтіп жүреді. Жаңа Star Wars киносын көруге келгендердің саны қажылыққа жолдама алушылардан көп. Сен соны көрмейсің бе? Қалай ол сонда? Өмірдегі мақсаты не сонда? Сен ол киноның ашылуын көрмесең, өміріңнің мәні жоқ екен ғой. Сен оны көруге міндеттісің. Неге олай дейді? Себебі осы нәрселер өмірін мәнді ететіндей көрінеді. Сол киноны көріп шыққандары, «Я, керемет болды» деп, кейін қайтып жалығады. Енді не істеймін? Тағы бір рет көрейін бе? Барып тағы көреді. Бұл жолы алдындағыдай емес, бірақ әлі де жақсы. Сен әртүрлі нәрселер арқылы өміріңді мәнді еткің келеді. Алайда өміріңді мәнді ететін нәрсе ол Алланың разылығы. Бірақ саған ол нәрсе сенің басына кіріп шықпайды. Алланы ұмытқалы қашан. Ол мақсат сенде жоқ. Алланың әмірі келгенге дейін. Осы сенің өмірің. Бұл иман келтіргендердің мұнафықтарға, олардың қалай имандарынан айырылғандарын баяндап беруі. Олар өздерін күмәнді, жаман орталарға салып бастады. Бәрі осыдан басталды. Кейін жамандыққа әдеттеніп қалды. Уақыт өте келе күмәндарға түсті. Ең соңында барлық күш-жігерін өмірінің мәні деп білген дүниеге, дүниелік заттарға жұмсады. Кейін Алла сендерді алдаушы алдады дейді. Айлакер алдаушы сені алдады. Осы нәрселерді иман келтіргендер дуалдың ар жағындағы мұнафықтарға айтады. Бұл өте қорқынышты көрініс, бауырлар. Дуалдың азап жағында аң-таң болып тұрғандарға, олардың осы жағдайға түсулерін дуалдың келес жағындағы мұсылмандар айтып беруде. Есіңде ме, сен осылай істедің, кейін бұлай істедің, кейін осылай істедің деп айтады. Расында бұл Алланың сізбен бізге берген керемет мүмкіндігі, бұл Алланың сыйы. Бұл өте қорқынышты көрініс. Қиямет күні болатын сұмдық көрініс. Мен ертең қияметте бұл туралы білгеннен гөрі осы жерде білу маңызды. Мен қиямет күні мұнафықтардың қатарынан болып, аң-таң болып, неге мен дуалдың тер шағындамын? Неге мен арғы бетте емеспін? Қалайша менің ешқандай нұрым жоқ? Қалайша мен Алланың бергенінен айырылып қалдым? Осы жерде отырған әрқайсысыңыздың, әрбір мұсылманның ішінде нұры бар. Алла оны баршамызға берді. Бар мәселе, біз сол нұрды сақтай аламыз ба, жоқ па? Өзімізді бақылауымыз керек. Мүмкін арамыздағы біреу дұрыс емес жерге барып бастаған шығар. Мүмкін дұрыс емес істермен енді айналысып жүрген шығар. Немесе ондай орталарда анда-санда болатын шығар. Мүмкін ол одан ары келесі күмәндану деңгейіне жеткен шығар. Күмән ойлар, сұрақтарға беріліп жүрген шығар. Мүмкін ең соңғы, ең ауыр деңгейге жеткен шығар.
غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. Өмірінің мәні тек ойын ермек, дүние ләззаты шығар. Осы үшін ғана өмір сүріп жүрген шығар. Осы дүниеде бүкіл нәрсеге иеленсек те, қиямет күні нұрымыз болмаса, бәрі бес тиын. Осы тақырыптың басында Алла Тағала нұр туралы айтып бастаған еді. Қиямет күні сол нұрдың маңызы өте зор болады. Кім Алланың алдына сау жүрекпен келсе, сол жүректерден нұр жарқырайды. Бізге берілген нұрдың құны жоқ, баға жетпейді. Ол нәрсе қиямет күні Алланың алдында аса маңызды болады. Сен қазір дүниемен ләззаттана бер, бірақ біл, дүние жүрегіне орныққанда жүрегіңнен нұр шығып кетеді. Нұрға орын болмайды. Келесі соңғы аятта: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Енді бүгін сендерге ешқандай жеңілдік болмайды, еш нәрсе сендерден қабыл етілмейді. Бір нәрсе өзгерте аламыз деп әлек болмаңдар. Мына есіктен кіруге сендерге рұқсат жоқ. Бұл есіктен ешқайсысын өте алмайсыңдар. Мұнафықтар да, кәпірлер де бұл есіктен ешқашан өте алмайды. Бұл аяттағы қорқынышты жері. Енді сендердің жағдайларың кәпірлердікімен бірдей. Сен кәпір дүниеден өткен сияқты имансыз өттің. Сендерге де оларға да ешкім араша бола алмайды. Сендердің баратын орындарың тозақ. Ол қандай жаман орын. Осының бәрін Алла баяндағаннан кейін қорытындылап былай дейді: біз де осы аятты оқып уағызымызды тәмамдаймыз. Қалай біз иманымызды сақтай аламыз? Қалай әрқашан өзімізді құрдымға кетуден сақтандырып отырамыз? Жүрегіміздегі нұрды қалай өте қуатты, өте үлкен ете аламыз? Алла Тағала былай дейді: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Иман келтіргендердің жүректері Алланың зікіріне, түскен ақиқатқа жұмсарып жібейтін кездері келмеді ме? Алланы қаншалықты көп зікір етсек, ықыласпен Алланы еске алу, зікір ету жүрегімізді нұрландыра түседі. Себебі Алланың өзі аспан мен жердің нұры. Алланы әрдайым еске алсақ, жүрегіміздегі нұр да күшейе түседі. Алланы еске ал дейді. Қалай Алланы еске алу керек? Арабша бұл Алланың түсірген Құраны себепті жүректер зікірге толуы керек. Алланың түсірген Құраны арқылы жүрегіміз зікірге толуы керек. Құранға ой жүгіртейік, Алланы Құран арқылы зікір етейік. Құран аяттарын оққанда жылау керек. Бізге берілген ұлы сыйлық Құранның мағынасын түсіну керек. Аспан мен жердің нұры Алла және Құранның өзі де Құранда нұр деп сипатталады. Аллаға, пайғамбарларына және түсірілген нұрға иман келтіріңдер. Құранның өзі нұр деп аталады. Нұр Құран атауларының бірі. Алланың кітабына жұмсаған уақытыңыз ол өзіңізге пайдасын береді. Өзіңізге Құранның пайдасы тиеді. Қашан отырып Құран оқып, мағынасын пікірлеп, Раббымыз Алла не деп тұрғанын үйренетін болсақ, жүрегіміздегі нұр еселенеді. Дүниеде бұл нұрдан асқан байлық, бақыт жоқ. Ертең қиямет күні біз қара түнектің ішінде болған сәтте, көкірегімізден, қолымыздан шығатын нұрдың қадір қасиетін, маңызын түсінетін боламыз. Осыны түсінеміз. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Иман келтіргендер олардан алдын келген адамдар сияқты, кітап иелері сияқты болмауы керек. Кітап түсірілгендер сияқты болмауымыз керек. Ұзақ уақыт өтіп, олардың жүректері қатайып кеткен. Оларға кітап берілді, бірақ олар оны бағаламады. Біздің алдымызда болған қауымдарға да Алла кітаптар түсірген. Оларда Тәурат, Інжіл болды. Оларда Ибрахим мен Мусаға берілген сухуфтар, парақтар бар еді. Бірақ олар одан пайда алмады. Кітаптар оларға пайда бермеді. Олар жүректерін нұрға толтыру үшін кітаптарды пайдаланбады. Мүмкін дұрыс емес мақсаттарда қолданған болар. Мүмкін салтанатты жиындарда, рәсімдерде қолданған болар. Анда-санда оқып, кейін тастап қойған болар. Тиісті деңгейде бағалай білмеген. Қапшыққа салып жоғарға іліп қойған болар. Бірақ олардың жүректері мүлде жұмсармады. Расында бұл тарихтағы үлкен қасірет. Олар жүректі жұмсарту үшін түсірілген Алланың кітаптарын пайдаланып, қиямет күні Алланың алдында тұруға дайындалмады.
Енді бұл айтылған мәселе бізге де қатысты. Ендігі кезек бізде. Осы себепті ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. олардың жүректері қатайып кетті, жүректері тас сияқтанды. Қашан жүрек қатты болғанда, оның ішінде нұр болмайды. Қиямет күні онда жүректен нұр وكثير табылмайды. منهم فاسقون. Олардың көбі бұзақылар, олардың көбі залымдар. Алла Тағала осы азғантай аятта өте маңызды дүниені хабарлауда, иман келтірген адамның өміріне аса қажет болған нәрсені баяндауда. Бізге берілген иманның, бізге берілген нұрдың бізбен сақталып қалатынына кепілдік жоқ. Ешқандай кепілдік жоқ. Қазір бар деп босаңсып кетпеу керек. Біреу мұсылман деп сізге ассаламу алейкум десе, оған уағалейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху деп жауап бересіз. Екеуміз де мұсылманбыз, жүрегіміздің ішінде екеумізде де нұр бар деп ойлайсыз. Бірақ осы аятқа сүйенсек, кей адамдар қиямет күні аң-таң болады. Сенімен бірге едім ғой деп таңырқайды. Бірақ бүгін жоқ. Сондықтан осыны түсінуіміз керек. Иманмен өтесін деген ешқандай кепілдігіміз жоқ. Баршамыз иманымызды сақтап қалуға тырысуымыз керек. Сіздің иманыңыз маған және менің иманым сізге қиямет күні пайда бермейді. Әрқайсымыз тек өзімізді ойлайтын боламыз. Артқа орал, өзіне нұр әкел деген сөзді естуден сақтанайық. Осы жерде біз бір-бірімізге пайда бере аламыз, иманымызды күшейте аламыз, бірақ қиямет күні ешкімнің көмекшісі болмайды. Алла Тағала бізді иманын сақтай алғандардан етсін. Алла бізді қиямет күні дуалдың азап жағында болудан сақтасын. Бізді, жанұямызды және жақсы көретін адамдарымызды екіжүзділіктен сақтасын. Алла жүрегіміздің қатаюынан сақтасын. Алла Тағала бізді әрдайым Құранды үйреніп, оған амал ететіндерден етіп, жүрегімізді нұрға толтырсын.